Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен малинаны қысқа мұздататын боламын. Алдымен осылай бірнеше қайтара жуып аламыз. Енді осылай ыдысқа салып алып, үстінен қант себеміз. Өзім жылда осылай мұздатамын малинаны. Осылай кішкене қант себеміз. Бұл арнайы мұздатуға арналған Икеаның пакеттері. Осыған осылай қасықпен саламыз. Одан кейін келесі жазда қайта жуып, бұл пакеттерді қолданса болады. Бұлар многоразовый пакеттер. Өзіме мұздатудың осындай түрі өте ұнайды. Себебі қыста осылай бір чашкаға салып алып, ерте саламын. Сонда тура осындай жаздағыдай дәмі еш өзгермейді. Осылай қант сеуіп жасаған өзіме ұнайды. Жабар кезде ішіндегі осылай ауасын шығарып жапса, аз орын алады, әрі осылай бір келкі болады. Менде осындай пакетиктерден 4 пакетик шықты. Бүгін мен килограммы 1,5 теңгеден алдым. Бір ящик 4.000-ға шықты. Қалған осындай малинаны қазір жегенге қантпен езіп қоямын. Бұл пакетиктер Икеаныкі, өлшемі 1 литр, бір упаковкасында 25 штук. Енді осыларды тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Бұл менің былтырғы сақтаған вишняларым. Бұрын осындай полиэтилен пакеттерге сақтаған едім. Биыл енді осындай Икеаның пакеттеріне салатын боламын. Қазір менде тоңазытқышта орын болмағандықтан, әзірше осылай бетіне сала тұрамын. Одан кейін еттерді бөлек, заморозкаларды бөлек реттейтін боламын.